Баршаларыңызға сәлем бердім, құрметті достар. Сіздермен сағыныш. Бүгін біз осындай әдемі әрі жұмсақ венский вафли пісіратын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен бұл жерде сары май, ерітілген сары майымыз қажет, және де құм шекерімізді салып, жақсылап езілгенше араластырып аламыз. Шекеріміз кішкене еріген соң, үстіне жұмыртқамызды салып араластырамыз. Жұмыртқамыз бөлме температурасында болу қажет. Одан кейін келесі кезекте бізде сүтті құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Және де ұнымызды електен өткізіп, ішіне қопсытқышымызды салып, тағы да біркелкі массаға келгенше араластырып, соңында әдемі жұмсақ осындай қамыр шығуы қажет. Енді қысып тұрған вафельницамызға бір ас қасықтан әр жағына сал, қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Әркімнің вафельницасы әртүрлі болғандықтан тексеріп ашып қарап тұруларыңызға болады. Мінекей достар, біздің дәмді, жұмсақ вафлилеріміз дайындалып шықты. Қолжетімді ингредиенттерден жасалып шығады. Соңында өздеріңіз қалауларыңызша балмен немесе де арнайы сироптармен құйып, әрлеп дәмін кіргізсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, басқа да видеоларды күтіңіздер. Сау болыңыздар.